Өңірге арнайы іс-сапармен келген Ақ Жол партиясының төрағасы, мәслихат депутаттары, қоғам белсенділері және партия мүшелерімен кездесті. Шара кезінде жиынға қатысушылардың көкейтесті сауалдарына жауап беріп, ұсыныстарын тыңдады. Халық санын көбейту, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, жұмыссыздықты жою сынды мәселелер жайында сөз болды. Сонан соң Ақ Жол партиясының 20 жылдық мерейтойына орай бірқатар азамат марапатқа ие болды. Басқосуға қатысқан бірқатар қоғам белсенділері мен кәсіпкерлер, спортшылар және ұзақ жылдар бойы ел игілігі үшін еңбек сіңірген өзге де сала мамандары еңбегім еліме атты құрмет белгісі және COVID-19 індетімен күрес кезінде аянбай қызмет еткен медицина мамандары мен ерікті азаматтарға жанқиярлық күрес үшін медалі табысталды. Партия ардагер мүшелеріне Ақ Жол партиясына 20 жыл атты мерейтойлық естелік медалі берілді. Шара соңы партия қатарына азаматтарды қабылдау рәсіміне жалғасты.